Қадірлі аталар мен апалар, құрметті отандастар, мен сізге бүгін бір шындықты айтамын. Ол шындық сізді алаңдатуы да мүмкін, бірақ соңына дейін тыңдасаңыз, ақшаңызды қалай қорғауға болатынын нақты білесіз. Дайын болыңыз, өйткені бүгінгі тақырып тікелей сіздің қалтаңызға қатысты. Бүгін мен сізге 2026 жылы мемлекет зейнеткерлерге берудің ең жоғары шегін белгіледі деп айтамын. Бұл мөлшер минимумының 118%, ал теңгемен айтсақ 60.005 теңге. Дәп осы сомаға жету мүмкін, бірақ оны аздаған ғана зейнеткерлер алады. Неліктен? Себебін осы бейнеде толық түсіндіремін. Соңына дейін қараңыз. Бұл сіздің нақты ақшаңыз туралы әңгіме. Мен ауырсыну нүктесінен бастайық. Сіз 30, 40, кейбіріңіз 50 жыл жұмыс істедіңіз. Колхозда таң атпай тұрып жұмысқа барғандар бар арамызда. Шахтада тас қазғандар бар. Зауытта жүздеген шақырым жолды жаяу жүрген жұмысшылар бар. Мектепте балаларды оқытқан, ауыл дәрігері болып жұрттың дертіне дауа іздеген адамдар бар. Осылардың бәрі сіздің еңбегіңіз, сіздің өміріңіздің ең жақсы жылдары. Ал мемлекет сол еңбек үшін ең аз базалық зейнетақы ретінде қанша береді? 35.596 теңге. Бар болғаны күнкөріс минимумның 70% ғана. Бұл ақшаға дәрі сатып алыңыз, коммуналды төлеңіз, наминет сатып алыңыз. Барлығы бір айда. Болады ма? Жоқ, болмайды. Бәріміз білеміз, болмайды. Бірақ осы кезде бір зейнеткер 60.005 теңге алады. Сол да мемлекеттен, сол да базалық зейнетақы. Тек сомасы 2 есеге жуық. Неліктен? Ол не жасады? Ол бай ма? Жоқ. Ол жай ғана бір нәрсені білді, заңда қандай жол бар екенін білді. Ал білім бұл ақша, нақты ақша. Осы арада сізге бір өтінішім бар. Егер бұл арнаға әлі жазылмаған болсаңыз, қазір жазылып алыңыз. Жазылу батырмасын басыңыз, қоңырауды қосыңыз. Неге? Өйткені заңды білмеу, бұл жай ғана надандық емес. Заңды білмеу, бұл ақшаны жоғалту. Биылғы жылы қанша зейнеткер өзіне тиесілі үстеме ақыны ала алмай жүр, санасаңыз таң қаласыз. Біздің арна сіздің заңи қорғаныңыз. Мен заңгер Бекзатұлы Арман, осында арнайы сіздер үшін, зейнеткерлер үшін жұмыс істеймін, күрделі заңдарды қарапайым тілде түсіндіремін, сіздің ақшаңыз сізге тиесілі, оны қорғауды үйретемін. Енді тарихи контекстке кетейік. Кеңес дәуірінде зейнетақы есептеу қарапайым болды. Еңбек кітапшаңызда жазылған, ол жеткілікті. Зауытта 20 жыл жұмыс істедіңіз бе, зейнетақыңыз есептелді. Колхозда 30 жыл есептелді. Ешкім сізден цифрлық деректер, онлайн тіркеу немесе жеке сәйкестендіру нөмірі сұраған жоқ. Бүгін жағдай мүлдем басқаша. Зейнетақы жүйесіне қатысу өтіліне қатаң критерийлер белгіленді. Тек еңбек кітапшасы жеткіліксіз. БЖЗ-шқа аударымдар болуы керек, кейбір кезеңдер арнайы есептелуі тиіс. Егер 1 жыл немесе 2 жыл жетіспесе, алатын сомаңыз 2000-ға, 3000-ға кемиді. Ал егер мұрағатта сіздің құжатыңыз жоғалып кетсе, бұл жалпы жеке апат. Мен мұндай жағдайларды жүздеп көрдім. Адамдар жылап келеді. Өйткені сенбейді екен, осылай болады деп. Сандық технологиялар жүйені ашық етті деп айтады, бірақ шындығында жүйені күрделі етті. Егде жастағы адам үшін порталға кіру, электрондық өтініш беру, ЖСН енгізу, бұл тосқауыл. Бюрократия қартайған адамның алдына қойылған кедергі. Сол себепті бүгінгі нұсқаулама сізге өте маңызды. Енді ең маңызды бөлімге келейік. Максималды базалық зейнетақыны 60.005 теңгені кім алады? Бірінші жағдай, зейнетақы жүйесіне қатысу өтілі 34 жыл немесе одан көп болса, базалық зейнетақы ең жоғары мөлшерде 60.005 теңге тағайындалады. Екінші жағдай, өтіл 10 жыл немесе одан аз болса, базалық зейнетақы күнкөріс минимумының 70% ғана, яғни 35.596 теңге беріледі. Ал аралық жағдай қалай есептеледі? 10 жылдан артық әрбір толық жыл үшін базалық зейнетақыға 2% қосылады. Яғни 11 жыл өтіліңіз болса, 72% аласыз. 12 жыл 74%, 20 жыл 90%, 24 жыл 98%, 30 жыл 114%, 34 жыл 118%. Максимум. Бірақ мұнда маңызды сұрақ туады. Бұл өтіл дегеніміз тек жұмыс істеген жылдар ма? Жоқ. Мұнда заңда бірнеше кезеңдер есептеледі. Бірінші кезең 1998 жылға дейінгі жұмыс өтілі. Кеңес дәуіріндегі және ертедегі тәуелсіздік жылдарындағы жұмыс. Бұл кезеңде БЖЗ-ға аударым болмаса да еңбек кітапшасы бойынша есептеледі. Екінші кезең 1998 жылдан бастап
BJZ-ға міндетті зейнетақы жарналары аударылған кезеңдер. Бұл жұмыс берушіңіздің аударымдары есепке алынады. Үшінші кезең 3 жасқа дейінгі баланы күту кезеңі. Аналар баланы күтіп, жұмыс істемеген кезеңіңізде зейнетақы өтіліне есептелуі мүмкін, бірақ ол КАО арқылы ресімделуі керек, өздігінен есептелмейді. Төртінші кезең әскери қызмет өткізген кезеңдер, мерзімді немесе кәсіби әскери қызмет, бұл да өтілге қосылады. Бесінші кезең бірінші топтағы мүгедекті күту кезеңі. Жұмыс істемей бірінші топтағы жақын туысыңды, анаңды, әкеңді, жұбайыңды күтіп отырған жылдарыңызда өтілге есептелуі мүмкін. Бірақ бұл да автоматты емес, ресімдеу керек. Осы 5 кезеңнің бәрін қоссаңыз 34 жылға жетеді, және 60.005 теңге аласыз. Ал егер бұл кезеңдердің кейбірін есепке алдырмаған болсаңыз, сіз ақша жоғалтып жүрсіз. Дәл қазір, осы сәтте. Мен сізге нақты қадамдарды айтамын. Заңгер ретінде осы жолды жүздеген рет зейнеткерлермен бірге жүрдім. Бірінші қадам, BJZ-ның үзінді көшірмесін алыңыз. Бұл сіздің жеке зейнетақы шотыңызда қанша жылдық аударым бар екенін көрсетеді. Алу жолдары BJZ npef.kz сайты арқылы онлайн сұрата аласыз. Ол электрондық поштаңызға жіберіледі. Немесе egov.kz порталы арқылы сұраңыз. Немесе BJZ-ның кез келген кеңсесіне жеке куәлікпен барып, тікелей сұраңыз. Екінші қадам, еңбек кітапшаңызды мұқият тексеріңіз. Онда барлық жұмыс орындарыңыз кіру және шығу күндері жазылуы тиіс. Егер жазба жоқ болса, дұрыс жазылмаса немесе мөр жоқ болса, бұл проблема. Бірақ шешілетін проблема. Үшінші қадам, BJZ үзінді көшірмесіндегі жылдарды еңбек кітапшасындағы жылдармен салыстырыңыз. Кейде адамдар 15 жыл жұмыс істесе де, BJZ тізімінде 7-8 жыл ғана тұрады. Неге? Жұмыс беруші аударым жасамаған немесе кезінде тіркемеген. Мұны реттеу керек. Төртінші қадам, баланы күту немесе мүгедекті күту кезеңдеріңіз бар болса, IHO-ға, халыққа қызмет көрсету орталығына барыңыз. Жеке куәлікпен, баланың туу куәлігімен немесе туысыңыздың мүгедектік анықтамасымен барыңыз. Сол кезеңдерді зейнетақы өтіліне есептетуге өтініш жазыңыз. Өтінішті 2 данада жазыңыз, 1 данасы сізде қалсын. Бесінші қадам, егер еңбек кітапшаңыз жоғалса немесе онда жазбалар толық болмаса, мұрағатқа жүгіріңіз. Мемлекеттік немесе ведомстволық мұрағаттан анықтама сұраңыз. Бұл анықтамада сіздің жұмыс орныңыз, лауазымыңыз және жұмыс кезеңіңіз расталады. Осы анықтаманы алып, ККО немесе еңбек және халықты әлеуметтік қорғау органына тапсырыңыз. Бұл сіздің заңды құқығыңыз. Мен сізге бір нәрсені айтайын, жүйе ешкімді өздігінен іздемейді. Мемлекет сізді тауып, міне сізге тиесілі үстеме ақы алыңыз деп келмейді. Жүйе сіздің өтінішіңізді, дұрыс толтырылған құжатыңызды, уақытында берілген өтінішіңізді күтеді. Сол себепті мен осында жұмыс істеймін. Сол себепті бұл арнаны жасадым. Бір апта бұрын маған хат жазған ата-ана бар еді. 70 жасқа келген, бүкіл өмірін мұғалім болып өткізген. 38 жыл оқушыларды оқытқан. Бірақ базалық зейнетақысы 70% ғана, яғни 35.000 теңге. Неге? Өйткені BJZ тізімінде оның өтілі 7 жыл ғана тіркелген. Қалған 31 жылы жоғалған. Мұрағатқа өтініш жасадық, еңбек кітапшасы мен мектеп архивінен анықтама алдық, ХО-ға тапсырдық. Нәтижесінде 60.005 теңге. Бір айдың өзінде 25.000 теңге артық. Осы айырмашылық, мол айырмашылық. Жылына 300.000 теңге. 5 жылда 1,5 миллион теңге. Бұл ет, бұл дәрі, бұл немерелерге сыйлық. Бұл сіздің еңбегіңіздің баламасы. Ал енді маңызды бір мәселені де айтайын. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 5 жылдық бағдарлама іске асырылып жатыр. 2023 жылдан бастап 5 жыл ішінде базалық зейнетақының ең аз мөлшерін күнкөріс минимумның 70%-на дейін, ең жоғарғысын 120%-ға дейін кезең-кезеңімен арттыру жоспарланған. Яғни 2027 жылы максималды базалық зейнетақы одан да жоғары болады. 2028 жылы одан да жоғары. Бірақ бұл арттырулардан пайда алу үшін сіздің өтіліңіз дұрыс есептелуі тиіс. Бүгін, қазір. Өтілді ресімдеу жұмысын кейінге қалдыруға болмайды. Өйткені мұрағаттар жабылады, кейбір кәсіпорындар тарайды, куәгерлер қартаяды. Бүгін мүмкін болған нәрсе ертең мүмкін болмауы ықтимал. Сол себепті мен сізге осы нұсқаулықты беріп отырмын. 5 қадам, 5-еуінде орындаңыз. Жеке куәлікпен, еңбек кітапшасымен, баланың туу куәлігімен, немесе мүгедектік анықтамасымен ХКО-ға барыңыз.
еңбек өтілін есептеу туралы өтінішіңізді 2 данада жазыңыз. Бірін тапсырыңыз, бірін қолыңызда ұстаңыз. Жауапты күніне белгі қойыңыз. Жауап 15 жұмыс күні ішінде берілуі тиіс. Мен сізге тағы бір нәрсені айтайын. Бюрократиядан қорықпаңыз. Жүйе күрделі, кейде хатшылар жағымсыз болады. Кейде сізге жоқ дейді дұрыс емес жерден. Бірақ сізде заң бар, сізде құқық бар. Мемлекеттік базалық зейнетақы бұл мемлекеттің сізге берген уәдесі. Ол уәдені орындатуға сізде толық заңды негіз бар. Егер ХОХО сіздің өтінішіңізді қабылдамаса, жазбаша бас тарту талап етіңіз. Ауызша болмайды деген заңды жауап емес. Бас тарту алсаңыз, оны сот арқылы дауласуға болады, немесе прокуратураға шағым беруге болады. Менің тәжірибемде осындай жағдайлар болды, және зейнеткерлер жеңді. Жүйе де адам да жаңылсады, бірақ заң жаңылыспайды. Аталар мен апалар, сіз бүгін бір маңызды нәрсені үйрендіңіз. Максималды базалық зейнетақы 60.005 теңге алу үшін зейнетақы жүйесіне қатысу өтіліңіз 34 жылдан кем болмауы тиіс. Бұл өтілге 1998 жылға дейінгі жұмыс кезеңдері, БЖЗ-ға аударымдар кезеңдері, 3 жасқа дейінгі баланы күту кезеңі, әскери қызмет және бірінші топтағы мүгедекті күту кезеңдері кіреді. Және ең маңызды нәрсе, кезеңде өздігінен есептелмейді. Сіз өтініш бересіз, сіз дәлелдейсіз, сіз талап етесіз. Білім бұл күш, заңды білу бұл ақша. Ендеше комментарийлерге жазыңыздар. 1998 жылға дейінгі еңбек өтіліңіз қанша жыл болды, және БЖЗ-ға аударымдарыңыз қанша жыл? Есептеп көрейік. Сізге неше пайыз базалық зейнетақы тиесілі? Мүмкін сіз білмей жүрген үстеме ақыңыз бар шығар. Бірге анықтайық. Бұл сіздің ақшаңыз, оны алуға сізде толық хақ бар. Мен заңгер Бекзатыл Арман. Сізбен болдым. Арнаға жазылыңыз, денсаулықты сақтаңыз. Сау болыңыздар.